Мінекей қараңыздар, қатарымызды аяқтадық. Енді біз жібімізді мынаны артымен әкеліп, подошвамыздың 1, 2, 3, 4, 5 көзге біз крючогымызды іліп, жібімізді шығарып аламыз. Мінекей. Және жібім шығарып аламын. Және осы жерден бір воздушный петлямызды көтереміз. Мінекей. Енді біз бір үлкен, бір қысқа тоқитын боламыз. Оны қалай істейміз? Бірінші тұрған көзімізге кіргізіп, қараңыздар, астынан аламыз. Астыңғы жағынан өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Одан кейін үстіңгі көзімізден ілеміз. Үстіңгі петлямыздан іліп алдық. Жібімізді шығарып, осы жерден тоқып аламыз. Одан кейін қараймыз. Мына жерге тоқыдық. Мынаның асты болып саналады. Енді біз мына көзге тоқу үшін астынан тоқимыз. Мына жерден осылай алып тоқимыз. Одан кейін үстінен тоқимыз, көрініп тұрғандай. Осы жерден тоқимыз. Одан кейін астынан, мына жерден алмаймыз. Мына жерден астынан алып тоқимыз. Одан кейін мына жерде біздің бағанағы бірінші көтерген петлямыз бар. Үстінен тоқимыз. Және мына көзден тоқу үшін біз астынан алып тоқимыз. Дәл осылай бір үстінен, бір астынан алып отырып тоқитын боламыз. Мына жібімізді біз ішіне қосып тоқып жібереміз. Жібімізді орап алайық. Мына жерден бейт қарасаңыздар, өз көрініп тұрып көрдіңіздер ғой. Енді біз келесі мынаған тоқимыз. Мынаған тоқыған кезімізде мына жерде мына. Одан кейін мынаған астына тоқу үшін біз қараймыз уже. Көріп тұрғандарыңыздай. Мына көздің астынан мына жерден тоқисыздар. Кете береді осылай. Каждый көзді, бір көз үсті, бір көз асты осылай тоқитын боламыз. Келесі қараймыз. Мына жібімізді ілуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар. Осындай өрнектеріміз шыға бастайды біздің. Бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын, бір қысқа. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қатар соңына дейін тоқып шығамыз. Қараңыздар, қатар соңына келдік. Сіздерге былай көрсетіп отырмын. Біз мына петляны тоқтық. Енді мына петляны тоқу үшін біз астыңғы жағынан алып тоқимыз. Одан кейінгі көзіміз біздің обычный көзге. Үстінен тоқимыз. Одан кейін міне астынан тоқуымыз керек. Мына жерден тоқимыз. Қараңыздар. Енді бізде мына көз қалды. Үстінен тоқимыз. Және мені қарасаңыздар, үстінен бір соңғы көзіміз қалды. Біз оны мына астынан алып тоқитын боламыз. Мына жерден астынан аламыз. Және мынау маркердегі тұрған көзімізді қосамыз. Мінекей. Мынаны өткізіп аламыз. Енді келесі біз 3 көз қосып тоқуымыз керек. Мына жерде тартыңқырап жүріңіздер. 1
2 және 3. Осы жерден маркерімізді тағып, жібімізді тапамыз. Және мына жібімізді подушаның артынан былай әкеліп, тағы да біз мына жақтан 3 көз қостық, мына жақтан 1, 2, 3 көзге крючогымызды тағамыз. Және мына жақты іліп аламыз. Шығарып алдық. Енді біз воздушный петляны істейміз. Енді біздер қараймыз. Узорымызды шығаруымыз керек. Мына қараңыздар, мына жерде ұзын болып тұр. Біз оған қысқаны келуіміз керек. Ұзын, қысқа, ұзын болып келу керек. Мына жерде қысқа, ұзын, қысқа, ұзын болып келуіміз керек. Енді оны былай жасаймыз. Мына көзіміздің астынан аламыз. Жібімізді ілеміз қолымызға. Келесі обычный көзіміз тоқимыз. Мына көзге біз астынан алып тоқимыз. Мына ұзын тұрған бағанамызға біз обычный столбик без накида тоқимыз. Енді біздің узорларымыз көрініп тұр. Мына жерде біз қысқаның үстінен ұзын тоқимыз. Ұзынның үстінен қысқа тоқитын боламыз. Ұзынның қысқаның астынан ұзын тоқимыз. Ұзынның үстінен қысқасын тоқимыз. Қараңыздар, осылай шығады. Неге қараңыздар? Көрініп тұр, е? Біз мынау ұзын көзімізді астынан біз үстіне тоқып кеттік. Енді мынаны астына тоқу үшін мына тұрған астындағы көзін аламыз. Одан кейін үстіне тоқимыз. Бір көзімізді. Енді мына көзіміз осыны біз мына астынан алып тоқимыз. Мына жерден аламыз. Мына жерден алып жатырмыз. Мінеки, көрдіңіздер ме? Енді мынау тұрған көзімізді крючокқа ілеміз де. Осы көзімізді шығарамыз. Бізде крючокта 3 көз тұр. 3 көзден шығарып аламыз. Енді әрі қарай тағы 5 көз тоқитын боламыз. Арасынан жақындатып, тартып отырып тоқисыздар. Және мына 5. Мынаны тартамыз, маркерімізді қоямыз. Жібімізді тартамыз және осының бойымен әкеліп мына жерден 5 көз таңдаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 көзімізге тығамыз. Жібімізді іліп шығарамыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Және мына жіптерімізді артынан әкелеміз де тартамыз. Мына қараңыздар, мен 2 табанды бірдей тоқып отырмын. Себебі екеуі бірдей шыққандай. Міне біз қазір осы жерін тоқып жатырмыз. Осылай көрініп тұрады. Міне. Көріп тұрсыз ба? Осылай екінші бағын тоқып жатырмыз. Накетімізді іліп алдық. Енді қарайсыздар, мына жерде бізде узорды оқисыздар. Мына жерде ұзын келген,
Uzoq qisqa deb sanaymiz. Mana qisqa, uzun, qisqa, uzun, qisqa, uzun deb boshlay ketamiz. Nega? Uzun. Mana jibimizni qo'shib to'qib unutmaymiz. Mana qisqa. Nega? Uzun. Nega? Qisqa. Nega qisqasini qilamiz? Ko'zim chiqib ketdi. Nega? Nega qisqa? Nega mana uzun to'qimiz? Mana. Endi nega qisqasini to'qimiz? Nega? Qisqasini to'qidik. Endi nejaga uzun bo'yicha ketaverasizlar. Uzunga qisqa to'qiysizlar stol beznakida. Qisqaga astidan uzun petya qo'yib to'qiymiz. Mana nejaga biz to'qidik. Endi nejadan biz uzun to'qimiz kerak. Mana to'qidik. Qisqani to'qib, mana ko'zimiz jibimizda qo'shib olib o'tirishni unutmaymizlar. Mana uzun. Qizlar men qattiq tartib to'qib жатырмын, чтобы аяqda turganday, былжырап қалмағандай. Тоқыманы білесіздер, ол жүре отырады адам аяғына және ол кеңейеді кішкене. Сол үшін тартып тоқып жатырмын. Мінекей. Неге? Осылай қатар соңына дейін қараңыздар. Узорымыз шығып келе жатыр. Дәл осылай мына маркерге дейін тоқып береміз. Неге қараңыздар. Қатар соңына кеп қалдық. Неге? Мына қараңыздар, мына жерде біз үстіне түскенде мына астына аламыз. Мына астыңғы жағына аламыз. Мына жерде аламыз. Одан кейін мына көздің үстінен аламыз. Одан кейін мына көз үстінен алып тоқимыз мына. Одан кейін мынаны астынан аламыз. Мінекей. Одан кейін мына. Ой. Так. Міне қараңыздар. Енді мына біреу қалды. Осы жерден ілесіздер. Көзімізді ілеміз және барлығын осы жерден шығарамыз. Біз 4 қатар тоқуымыз керек. Мінекей. 1, мына біз мына қатарын санаймыз. 1, 2, 3, 4-ші қатар тоқуымыз керек. Біз мына жерде жаңа 5 көз алдық, е? 1, 2, 3, 4, 5 көз алдық. Енді біз 3 көз алатын боламыз. Мінекей қараңыздар. Мына жерде 3 воздушный петля тереміз.
үш мына столик снегиден тереміз енді мына біреуін екеу және мына үшеу. Енді біз осы жерге қайтадан маркерімізді тағамыз да. Артымен әкеліп мына үш көз тағы да теріп аламыз. Сонда 4, 2, 3 мына. Жібімізді көтереміз. Енді мына қараңыздар, мына жерде қысқа, ұзын болу керек. Тартамыз. Астынан аламыз. Үстінен аламыз. Астынан аламыз. Және мына жерде үстінен аламыз. Узорларымызды осылай санап шығарып аласыздар. Енді қараңыздар, уже конып тұр. Мына көзді біз астынан аламыз. Мына петлямыз айналып кетті деп іліп аламыз. Мына мінекей. 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 Осылай тоқып шығамыз мына жерге дейін. Маркерге тоқып шығамыз. Соңғысы іліп аламыз. Тоқып алдық. Мұның бәрі қатты болып тұр қазір осы жерде. Қараңыз, бірдей болып тұр. Көрінсе ме? Келесі сабақта кездескенше менімен бірге болыңыздар.